Оқыған Құраныңызды түзететін періштелер бар. Құран Алланың мәңгілік сөзі, онда барлығы айтылған, оның әр басында кемінде 12 000 хикмет мұхиты бар. Бұл сырлардың бір бөлімі Мәхди Хазірет кезінде ашылса, қалғаны ақиретте ашылар. Кейбір ұлық әулиелер осы хикметтер мұхитына сүңги алады. Мәселен, Нақшбанд сопылық тарихатының 38-ші әулие пірі Шарафуддин әулие Құрандағы Әл-Анғам сүресінің сыр хикметіне сүңгіп, Мәхди Хазіреттің 7 уәзірі мен 99 халифасының есімін алып шыққан, әрі осы үшін біраз өмірі қысқарып кеткен. Демек әулиенің Құран оқуы кейде басқа биік дәрежедегі оқу болмақ. Олар Құранды тек тілмен емес, ақыл, жүрек, жан, рух сияқты 4 халде оқи алады. Ал жай адамдардың Құран оқуы ет көзбен әріптерді оқуға жатады. Бірақ сонда да Алла оған аса үлкен сауаптар жазады. Алайда Құран аудармасын оқуға сауап жазылмайды. Оны оқудың қажеті жоқ. Аудармасы елді адастыруы мүмкін. Құранды жаппай өзге тілге аудару бертінгі кезде шыққан ауқым, ол бұрын болмаған. Жұрт арабшасын оқыған, ал аяттар әулие ғұлама шайхтар арқылы жекеше түсіндіріліп келген. Құранды дәл оқи алатын адамдар тым сирек. Қарилар да оны періштедей дәлдікте оқи алмас. Араб тілді кісі де солай. Демек әр адам Құран оқуда үлкенді-кішілі қателік жібереді. Бірақ алаңдамаңыз, Алла оқыған Құраныңызды түзететін періште орналастырған. Олар сіз оқыған Құрандағы қателіктерді түзетеді. Оны мүлтіксіз етіп Аллаға ұсынады. Сауабыңыз кемімейді. Сондықтан мен Құранды дұрыс оқи алмаймын демеңіз. Шамаңыз келгенше оқи беріңіз. Зейін қойған адам Құранды 3 күнде, ұзаса 10 күнде оқып кетеді. Құран оқуға жеңіл осындай қасиетті кітап.